Ассаламалейкум достар. Бүгін хит торттардың бірі болған Бупи пай тортын дайындаймыз. Жасалу жолы өте оңай. Олай болса Маралмен бірге болып, видеоның соңына шейін қараңыздар. Ең алдымен құрғақ ингредиенттерді араластырамыз. Ыдысымызға ұнымызды, какаоымызды және қопсытқышымызды салып, барлығын қасықпен араластырамыз. Сонан соң сары май мен шоколадымызды толығымен микротолқынды пеште осылай ерітіп аламыз. Жұмыртқамызға құмшекерімізді салып, жақсылап 2-3 минут миксерлейміз. Сонан соң шоколадты массамызды құя отырып, миксерді тоқтатпай араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды 2-3 этапқа бөліп қосамыз. Және барлығын жақсылап бір текті массасы шыққанша араластырамыз. Мискамыздың жан жағында ұндар қалып кететін болса, оларды лопатканың көмегімен ала отырып, жақсылап араластыру қажет. Сонан соң осындай 4 пергамент қағазына диаметрі 24 см қылып, дөңгелекшелер сызып аламыз. Дайын қамырымыздан 6-7 қасық салып, жақсылап жайып, тегістеп шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 7 минут пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан пісіру уақыты әртүрлі болуы мүмкін. Осындай 4 ковш пісіп шықты. Енді оны осындай дөңгелек форманың көмегімен жан-жағын тегістеп басып шығамыз. Менің формамның диаметрі 22 см. Енді кремін жасауға кірісеміз. Ол үшін қант ұнтағы, мұздай творожный сыр және мұздай сливки қажет. Сливкидің пайызы 33-35%-дан төмен болмау керек. Ең алдымен творожный сырымызды 1 минут миксерлеп аламыз. Сонан соң мұздай сливкиімізге қосып, қант ұнтағын електен өткізіп қосамыз. Миксердің жай жылдамдығынан бастап, ұлғайта отырып, қою крем болғанша миксерлейміз. Бізде осындай қою крем шығады, өз-өзін ұстап тұру қажет. Осылай лопаткамен көтергенде түсіп кетпейтіндей болып шығу керек. Сонан соң Бупи пайдың насадкасын аламыз, қалташамызға салып, креміміздің бәрін соның ішіне салып аламыз. Тортымызды жинауға кірісеміз, коржымызды саламыз және шариктер жасаймыз. Егер сіздерде әдемі шариктер шықпай жатса, көңіл күйлеріңізді түсірмеңіздер. Уақыт өте келе, қолдарыңыз үйрете, мінсіз шариктер шығады. Осылай тура видеодағыдай жасап шығамыз. Және әрбір коржды түзу қылып үстіне қою қажет. Сол кезде тортымыз түзу және әдемі болып шығады. Достар, егер сіздер менің каналыма әлі тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, жаңа видеоларды жіберіп алмайсыздар. Міне тортымызды құрастырып болдық. Енді шоколадный ганашымызды жасаймыз. Ол үшін бізге Қазақстан шоколады және сливки қажет. Сливкиімізді шоколадымызға құйып, микротолқынды пеште араластыра отырып, ерітіп аламыз. Міне бізде осындай ганаш шықты. Оны 1-2 минут суытып, сонан соң тортымыздың бетіне құйып, әдемілеп тегістейміз. Өзіміздің қалауымыз бойынша сәндесек болады. Мен беземен және тәттілермен сәндедім. Безенің рецепті менің каналымда бар. Видеоның астында сілтемесін қалдыратын боламын. Көрсеңіздер болады. Және шоколадтың көмегімен осылай жазу жаздым. Достар, біздің тортымыз осындай әдемі болып шықты. Дәмділігінде сөз жоқ, өте дәмді, өте нәзік, жұмсақ торт. Менің ең сүйікті торттарымның бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қандай да бір сұрақтарыңыз пайда болса, комментария бөлімінде сұраңыздар. Міндетті түрде жауап беремін. Кездескенше күн жақсы, сау саламат болыңыздар.